Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен түріктердің таңғы асы шакшука дайындаймыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Негізі шакшуканың жасалу жолы оңай. Оған бір пиязды дәл видеодағыдай етіп кесіп турап аламыз. Барлық қолданылатын заттарға 4 бұрышты пішін береміз. Бір қызыл, бір жасыл болгарскийді қолдандым. Оғанда 4 бұрышты пішін береміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен розовый помидорды қолдандым. Қызыл помидор болса да болады. Барлығын турап болғаннан кейін қызып тұрған табаға майымызды құйып, үстінен пияз салып қуырамыз. 5 минут қуырылғаннан кейін оның үстіне болгарскийді саламыз. Болгарскийде қуырылғаннан кейін үстіне помидорды саламыз. Жақсылап араластырып, астын төмен қойып, бетін жауып пісіреміз. Үстіне тұз және қалауларыңыз бойынша қара бұрыш салсаңыздар да болады. Сосын үстіне адам санына байланысты жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның үстіне тұз сеуіп, бетін жауып пісіреміз. Осымен біздің шакшука дайын. Өте дәмді болады, тез дайындалады, таңғы асқа өтімді тамақ. Видеом сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер, және де өз достарыңызбен бөлісіңіздер. YouTube каналында осы холодецтің рецебі бар. Осыдан алдыңғы рецепт болатын, көріп, өз керектеріңізге жаратыңыздар. Сау болыңыздар.